Барлықтарыңызға қайырлы күн достар, сіздермен оңай медицина. Бүгінгі біздің қарастыратын тақырыбымыз артериялық гипертензия. Жалпы артериялық қан қысымының тұрақты болуы үшін 4 компонент және де 3 механизм қарастырылады. Бұл 4 компонент қанның соққы көлемі және де жүректің соғу жиілігі, шеткі қан тамыр кедергісі, жалпы қан көлемі. Қанның соққы көлемі бұл сол қарыншаның көлеміне және де жүрек бұлшықетінің жиырылғыштығына байланысты. Жүректің соғу жиілігі бұл жаңағы тонустардың, яғни симпатикалық, парасимпатикалық тонустардың екеуінің жаңағы бірдей қалыпты болуына байланысты. Шеткі қан тамыр кедергісі бұлар артериялардың радиусы, салалы бұлшықет қан тамырдың серпімділігіне байланысты. Жалпы қан көлемі бұл сұйықтықтың қабылдап және шығарғанына, яғни адам қаншалықты сұйықтық ішсе, соншалықты оны шығарғанына байланысты. Ал бұл қалыпты болу үшін жаңағы 3 механизм, натрийдің механизмі және де ренин ангиотензин альдостерин жүйесі, симпатикалық жүйе, осы 3 механизмді қарастырады. Біріншісі натрийдің механизмі. Жалпы бізде осы натрий тұз болып саналады. Тұзды тамақ жеген уақытта қанда осы натрийдің шамадан тыс көтерілуі болады. Яғни осы тұзды тағам, өте қатты тұзды тағам жеген уақытта, яғни шамадан тыс көп жеген уақытта біз білеміз, натрийдің адам организмінде 136-145 миллимоль на литр екенін. Егер де осы шамадан тыс асып кеткен жағдайда натрий суды ағзадан шығармай ұстап қалады да, осының әсерінен сұйықтық организмге жиналып қалады. Яғни жалпы қан көлемінің көбеюі болады. Біз міне 4-ші компонент жалпы қан көлемінің көбеюі болады. Содан кейін гипоталамустағы натрий осмо рецепторлардың сезімталдығы болады да, бұл симпатикалық жүйенің жаңа белсенділік жолы болады. Сондықтан да бұл жерде жаңа жүректің соғу жиілігі көбейеді, яғни 2-ші компонент осы жерде зақымдалады. Енді келесісі бұл жерде симпатикалық жүйенің механизміне тоқталатын болсақ, бұл симпатикалық жүйе көтерілген уақытта катехоламиндер бөледі. Бұл ренин ангиотензин альдостеронның активациясы болады. Катехоламин бұл ренин бета-1 блокаторларға әсер етіп, осы жүйенің белсенділігі болады. Бұл жас адамдарда және де бастапқы осы стадияларда кездеседі. Яғни бұл жағы бір-бірімен байланысты болып келеді. Ал осы симпатикалық жүйенің көтерілуі бұл жаңағы стресстік жағдайлар, тұзды тағамды көп жегеннен аз белсенділік болған жағдайда және де генетикалық ауытқулар. Келесі жүйе бұл ренин ангиотензин альдостеронды жүйе. Жалпы біз бұның жүйенің нақты бір түсінік қалыптастыратын болсақ, бауырдан ангиотензин бөлінеді, бүйректен бізден ренин бөлінеді, екеуі қосылып ангиотензин бірге айналады. Сосын өкпеде орналасқан ангиотензин айналдырушы фермент бұл ангиотензин 1-ді ангиотензин 2-ге айналдырады. Ангиотензин 2 бізде вазоконстриктор болып табылады, өте күшті, өте мықты болып табылады. Бұл вазоконстриктор дегеніміз бұл тамыр тарылтушы болып келеді. Бұл жерде жаңағы шеткі қан тамырлардың кедергісі болады. Яғни бұл 3-ші компонент шеткі қан тамырдың кедергісі болады. Сосын және де симпатикалық жүйке жүйесінің активациясы, яғни белсенділігі болады. Міне 2-ші компонент жүрек соғысының жиілігі пайда болады симпатикалық нервтің әсерінен. Содан кейін бүйрек үсті безінің қыртысынан осы альдостерон бөлінеді да, жаңағы оның альдостеронның бөлінуі көбейіп, натрий ағзада қалып қояды. Яғни бұл 4-ші компонент сұйықтықтың, яғни жалпы қан көлемінің көбеюі пайда болады. Содан кейін бұл жерде жаңағы қан тамырдың құрғауы деген сияқты басқа да патология көрінуі мүмкін. Және де осы май тінінің гипертрофияланған түрінде, яғни осы ішкі майдың гипертрофияланған бөлінде бауырдағы ангиотензин бұл жерде өте қатты көп бөлінеді. Яғни именно осы май клеткалары бауырдан ангиотензин өте қатты көп бөлінеді. Ал өкпеде жаңағы ангиотензин айналдырушы фермент бөледі. Одан сайын жаңағы жалпы қан көлемінің көбеюі, симпатикалық нерв жүйесінің өсуі байқалады. Енді артериялық гипертензия жалпы осы 2 топқа жіктелінеді. Біріншілік және де екіншілік
яғни симптомды деп. Оларын қазір алдағы уақытта қарастыратын боламыз. Біріншілік гипертензия негізі себебі белгісіз, яғни этиологиясы белгісіз, бірақ бұмен 90% адамдар осы жағы патологиямен ауырады, яғни біріншілік гипертензиямен. Бұлардың жалпы этиологиясы белгісіз, бірақ та бұлардың факторы, қарастырылатын факторлары, бұлар адамның жасы, яғни көбінесе егде жастағы адамдар ауырады, аз белсенділік, семіздік, тұзды шамадан тыс қолдану, яғни тұзды шамадан тыс қолданған уақытта бізде натрий организмде көбейіп, бұл жаңағы сұйықтықты ұстап қалады. Алкоголь, яғни зиянды әдеттер болып табылады. Енді гипертензия бұл екі топқа жіктелінеді, біріншілік және симптомды. Біріншілік бұл жалпы патология ретінде қарастырылады, ал симптомды бұл артериялық гипертензияның көтерілуі белгілі бір симптомның әсерінен болады. Біріншілік гипертензияны бізде эссенциалды гипертензия деп қарастырылады. Бұлардың жалпы себебі белгісіз. Бұл жерде бүйректе натрийдің экскрециясы жоғарылайды, вазоконстрикция, осы перифериялық артериялың вазоконстрикциясы болады, яғни қан тамырының кедергісі жоғарылап, осы диастоланың жоғарылауы, ал систоланың қайта жаңа қалыптыда болуы байқалады. Сосын плазманың көлемі жоғарылайды, соққы көлемі жоғарылайды. Сосын бұл жерде жаңағы систоланың жоғарылауы, диастоланың қайта жаңа қалыптыда болуы байқалады. Негізі диагнозды бірден қоймау керек, яғни осы біріншілік гипертензия деп, яғни бұл басқа да осы патологияның әсеріне болуы мүмкін бе, яғни бұл осы айтып отқан симптомды гипертензия болуы мүмкін бе деген сияқты басқа да патологияны қарау керек. Бұл патология көрінеді, когда науқас антигипертензивті препараттарды қабылдадым, бірақ ол көмектеспейді дейтін болса, және де біз біріншілік гипертензияны білеміз, то что ол көбінесе егде жастағы адамдарда ауыратын. Ал бұл кезде науқасқа, яғни дәрігерге қаралып отырған науқас көбінесе осы жастарда кездеседі. Сондықтан да жастарда кездескен жағдайда және де дәрілік препараттарды қабылдап көмектеспеген жағдайда басқа да мүшелерді тексеру керек. Бұл бірінші бізде бүйрек үсті безі. Бұл бүйрек үсті безі жаңағы 3 патологияны қарастырады. Гиперальдостеронизм, яғни біріншілік Конна синдромы деп айтады, сосын Итсенго-Кошинг синдромы, сосын ісіктер, яғни феохроматостома, нейробластома. Біріншілік гиперальдостеронизм бұл Конна синдромы, яғни калийдің төмен түсіп кетуі, метаболизмдік алкалоз, альдостерон ренин жүйесінің жоғарылауы. Итсенго-Кошинг синдромы бұл бұғана үстінде, бұл жерде майдың жиналуы, сосын семіздік, сосын жарты ай беті, сосын осы іш аймақтарында стреллер, яғни растяжканың болуы. Ісіктер бұл феохроматостома, бұл жаңағы 3 триаданы қарайды, тахикардия, тершеңдік, сосын бастың ауруы. Бұл содан кейін пароксизмдік гипертония болады. Сосын нейробластома бұл көбінесе кішкентай балаларда кездеседі. Бүйрек артериясының стенозы байқалады, сосын атеросклерозды бляшка байқалады, бұл 60-70 жастағы ер адамдарда. Содан кейін фибромускулярлы дисплазия, яғни 20-30 жастағы әйел адамдарда кездеседі. Паренхиматозды ауруларға бұл диабеттік нефропатия, гломерулонефрит, бүйрек поликистозы жатқызылады. Қалқанша безінде, яғни эндокринді жүйелеріне тоқталатын болсақ, қалқанша безінде гипертериоз және гипотериоз байқалады. Гипертериоз кезінде жүрек соғысының жоғарылауының нәтижесінен систоланың жоғарылауы, диастоланың қалыпты болуы байқалады. Ал гипотериозда натрийдің шамадан тыс көтерілуі болады да, систоланың қалыптыда, диастоланың жоғарылауы байқалады. Жүктілік кезінде преэклампсия және эклампсия деп қарастырылады. Содан кейін бұл жерде препараттар, яғни дәрілік препараттардың әсерінен симптомды гипертензия дамуы мүмкін, яғни ятрогендік препараттардың құрамында эстрогеннің болуы, яғни бұл жас әйелдерде кездеседі. Бұл эстрогеннің болуы ангиотензиногенді қалыптастырады. Ангиотензиноген
бұл 1 мен 2-ні яғни қалыптастырады. Келесі себеп кокаиннің болуы. Кокаин жалпы потенциалды наркотик болып табылады, симпатикалық нерв жүйесінің жоғарылауына алып келеді. Содан кейін моноаминооксидазаның ингибиторлары, жалпы бұл моноаминооксидаза ферменті азайған жағдайда организмде тираминнің көбейіп кетуіне алып келеді. Екеуін осы моноаминооксидаза егер қалыпты болса, тираминнің осы организмде қалыпты мөлшерін ұстап тұрады. Егер де көбейіп кеткен жағдайда гипертониялық криз болады. Ал тирамин деген ол қандай тағамдардың құрамында болады? Бұл консервінің құрамында соевый соус, шұжық, яғни колбаса дейміз ғой, сосын тұзы көп тағамдарда болады. Енді препараттары, жалпы ингибитор ангидизин айналдырушы фермент ингибиторы, сосын ангидизин рецептор блокатор, тиазидті диуретик, кальций канал блокаторы, яғни дигидроперидин сияқты препараттар қолданады. Емі бұл салауатты өмір салты, тұзы аз тағам, жаттығу, стресс, антигипертензивті препараттар. Келесі симптомды көріну мүмкін, яғни осы гипертония астманың жағдайында көріну мүмкін, яғни тыныс тұншықпасы. Мұндай кезде қандай препараттар қолданады? Бұл АПФ-тің ингибиторы, ангидизин айналдырушы ферменттің ингибиторы, яғни бірақ бұл кезде побочный эффект кашель болуы мүмкін. Ангидизин рецептор блокатор қолданады, диуретик, кальций канал блокатор, кардиоселективті бета-блокатор қолданады, яғни бронхоспазм. Ал содан кейін жүрек жеткіліксіздігі болған жағдайда қандай препараттар қолданады? Бұл ангидизин рецептор блокаторы, диуретик, альдостерон антагонисті, бета-блокатор қолданады. Бета-блокатор қолданған кезінде декомпенсация жүрек жеткіліксіздігі кезінде сақ болған дұрыс, себебі бұл кезде жүрек соғу жиілігінің төмендеуі болады. Сіздермен бірге болған қиын тақырыпты оңай тілмен түсіндіретін оңай медицина. Барлықтарыңызға сәттілік. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Оқуда жемісті болыңыздар.